Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге ата-ана сағаты подкасты. Бүгінгі тақырыбымыз ойыншық. Ойыншық пен ойынның балаға әсері, пайдасы мен зияны. Бүгінгі хабарды жүргізушілер Сандуғаш Баймаханқызы және мен Бақытгүл Орынбасарқызы. Ардақты замандас достар, жаңа Бақытгүл ханым айтып өткендей, бүгін біз ойыншық және оның балаға әсері туралы әңгімелесеміз. Бұл тақырыпта біздің керемет білікті спикерлеріміз бар, студиямыздың қонақтары. Қазақстан Республикасы психологтар лигасының мүшесі, психолог, арт-терапевт Лимана ханым. Қош келдіңіз. Қош келдік. Және де 3 баланың анасы, бүгінде балаларын сапалы ойыншықпен ойнатсам деген ниеті бүкіл қазақ баласына ойыншық жасауға ұласқан, қолдан ойыншық жасап жүрген жас ана Бибігүл Сәкенқызы. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Сонымен енді ойыншық туралы әңгімелемес бұрын, бәлкім естеліктермен бөлісеміз. Өзіміз кезінде қандай ойыншықпен ойнадық, сүйікті ойыншықтарыңыз қандай еді? Әңгімемізге тұздық болсын. Қыз бала болғаннан кейін әрине мен өзімнің құрбыларыммен үй ойнайтынбыз. Кәдімгідей қуыршақтарды отырғызып, сосын мамасы болады, оның әкесі болады, сосын олар ұзатылады. Сосын бала дүниеге келеді, сосын бесікке саламыз, оны жүрегін ораймыз, қайттан кішкентай мама боламыз. Біздің ойындарымыздың бәрі солай болатын. Үй болып ойнайтынбыз жаңағыдай. Ал осы қазір балалар үй болып ойнап жатқан мен көп байқамаймын, шыны керек. Сіздер байқайсыздар ма, қазір ата-ана болып үй болып ойнайтын балалар бар ма өзі? Менің қыздарым ойнайды. Иә. Ал өзіңіз қандай ойыншықпен ойнаған едіңіз? Біздер де сол қуыршақпен ойнадық, ойнадық. Мен барлық сумка неге салып алып, путешествовать ететін, қыдыратын, әр саяхатқа, әр елге баратын, неге отырып алам. Орындыққа отырып алам да, бір жерде Турцияға барып атам, бір жақта Америкаға барып атам, сөйтіп балдарымды ертіп алам, 3-4 қуыршағымды салып алам. Сөйтіп есіктің алдында қыздармен ойнайтынбыз, тамақ жасайтынбыз, жапырақты алып, оны кесеміз, оның ішіне құм саламыз, сөйтіп тамақ жасап, асхана жасап, қонаққа шақыратынбыз қыздарды. Жалпы қазір дүкенге барсақ, ойыншықтың көбінен көз сүрінеді, бала түгілі ересек адам қызығады. Ал біздің бала кезімізде ойыншық соншалық көп болды ма, ойыншықтың түрі? Ойыншық өте аз болды. Онда нақты мынандай бір кубиктер, ағаштан жасалған болатын, және қуыршақтың түрлері ғана болатын. Сосын темір жағынан ойыншықтар, машинкалар болатын. Аса көп болмайтын. Біз тіпті кейбір ойыншықтарды, жаңа сіз айтқандай, тамақтардың түрлерін бір дастарханды жасағанда сазы балшықтан жасайтынбыз. Шөптерді мен әрлеп, бетіне гүлдерді қойып, сондай жасайтынбыз. Кейінірек сол саз балшықтың өзін кептіргеннен кейін краскамен сыртын бояйтынбыз. Нан жасайтынбыз неше түрлі жаңағыдай. Осы бағдарламаға дайындық кезінде біз көрермендердің, жалпы осы қазақстандық замандастардың, жас ата-аналардың да ойыншыққа деген пікірін, балаларына қандай ойыншық әперіп жүр, қандай ойыншық әпергісі келеді деген тақырыпта кішкене сауалнама жүргізгенбіз. 4 күннің ішінде 200-ден астам адам. 4 күннің ішінде 200-ден астам адам жауап берді, және бұл жерде бізде 4-5 сұрағымыз ойыншыққа байланысты болды. Бірінші сұрағымыз: баламен бірге қол моторикасын дамытатын ойындарды ойнаймын деген сөйлемге келісемін деп 85% адам жауап берсе, жоқ келіспеймін деп 8-3% адам жауап берді. Қалғандары баласымен ойнамайды екен, ойнамаймыз, үнемі емес, кейде ойнаймын, тек өзім ойнамаймын, басқа адамдар ойнайды, өйткені уақытым жоқ деген сияқты жауаптар берді. Келесі сұрағымыз: бала ойыншықты тез сындырады, сондықтан арзан ойыншық алып берген дұрыс. Бұған келісемін деп 13-1% жауап берсе, жоқ келіспеймін деп 81-1% жауап берді. Яғни баласына сапалы және бағасы да арзан емес ойыншықтарды алып бергісі келетін адамдар көп екен. Оған қоса басқа адамдар, мысалы, орта бағаға алуға болады, қымбат та ала беруге болады, немесе арзанын да ала беремін деген сияқты жауаптар берген. Үшінші сұрағымыз: балаға өзі қалаған және өзі таңдаған ойыншықты алып беру керек пе деген болатын. Осыған келісемін деп 70% жауап берсе, жоқ келіспеймін деп 29% жауап берген. Қалған адамдар кейде жағдайға қарай өте қымбат та өте арзан да алып бермеймін,
бала өзі таңдау жасай алады, ситуацияға байланысты балаға таңдау жасауға мүмкіндік беремін деп жауап береді. Және соңғы сұрағымыз, ойыншық сатып аларда сапа сертификатын талап етемін. Я келісемін деп 56% жауап берсе, жоқ келіспеймін деп 31,6% жауап береді. Кейбір адамдар сертификат сұрап көрмеппін, әрқашан емес, кейде ұмытып кетемін, үнемі емес, сұрамайды екенмін деген сияқты жауап беріп жатыр. Бұдан бір қорытынды жасай аламыз, яғни отбасылар, я болмаса адамдар балаға ойыншық алуда оның сапасына пайдалы, балаға пайдалы болуына көп мән береді екен. Негізі мына ойыншықтар әлемі ол үлкен индустрия, өйткені үлкен тауардың айналымын құрайтын дүние болғандықтан, негізі ата-аналар баланың ең жақсы көретін дүниесін алып беруге тырысады екен. Баласы үшін ештеңені аямайтын ата-аналар көп. Мысалға мен өзімнің ортамда көпшілігінде көрем, бала нені қалайды, көзі неге түседі, соны алады. Ол қалай таңдайды бала? Көпшілігінде телеарнадағы мультфильм геройлары, ертегінің геройлары, мысалы батырлары, соларға қарайды дағы сол ойыншықтарды таңдауға тырысады екен. Былайша айтқанда бала оны таңдап, ол сапалы, сапасыз, я болмаса оның ұстаған кезде ыңғайлы, ыңғайсыз дегеніне мән бермейді. Мынаны таниды, яғни ол ойыншық оның несінде әлемінде бар, оның қиялында, ертегі әлемінде жаңағы ертегілер көреді, мультфильмдер көреді, сол жерде бар. Соны алу керек, оның коллекциясына қосылу керек. Өте қымбат болады ойыншықтар, бірақ ата-аналар алып беріп жатады. Әрине, мысалға көпшілігінде мынау балаларды ең жақсы нәрсеге және бала ештеңеден бетін қайтармау керек дейтін ата-аналар да бар. Сондықтан да үлкен қымбат дүниелерді алып береді. Мынау негізі мынау балалардың ойыншықтары, балалардың киімдері және жануарлардың нелер бар емес пе, тағамдары. Әлемде үлкен бизнесті жаңағы жақсы айналымы өте жоғарғы бизнестің бірі болып табылады екен. Сондықтан да мен жаңағы балаларға сапасыз өте арзан ойыншықтарды әперетіндер бар, бірақ ол аздау деп ойлаймын. Біз көпшілігінде мынау басқа мемлекеттен келген сапасыз мынау краскасы, жаңағы нейді бояу тез кететін, сосын мына синтетикалық сонда бір зиянды нелер заттардан қоспалары бар ойыншықтарды да кейде қарамай алып беріп жатады. Өйткені бала соны қалап тұрса болғаны негізінде. Мына өзіміздің Қазақстандағы болмаса мынау жақын СНГ-дағы жасалып келген ағаштан сондай бір сапалы өнімнен жасалған ойыншықтарды көптеп өзімізде жасағанымыз дұрыс деп ойлаймын негізінде. Өзіміздің Қазақстанда отандық өнімдердің ішіне жасау керек, Мына қасымыздағы қызымыз отыр, Бибігүл ханым отыр ғой, ойыншықтарын айтып жатыр, қазір танысам, маған сондай ұнап отыр. Нағыз балалармен бірге отырып, балалардың мынау қиялын, дүние танымын жақсы түсінетінін көріп отырмын. Өйткені нағыз керекті нәрселер мына жерде. Өйткені мен өзімде жаңағы сіңлілерім бар, ауылда олар қалай ойнайды, не нәрсені қажет етеді, қандай ойыншықтарды, соған қарап отырып, дәл сол жаңа кішкентай қыздардың талғамына сай ойыншықтарды көріп отырмын мына жерде. Осы кезде тағы бір сұрақ туындайды. Балалар өз бетімен қай жастан бастап ойнай бастайды, немесе ылғи оны ата-анасы бірге ойнау керек па балалармен? Негізінде мен енді өзімнің немерем қазір 1 жас 4 айда, байқағаным 6-7 айдан бастап қолына түскен нәрсеменен бала ойнай бастайды. Мысалға, ол енді ойыншық деп қарамайды, ол әлем, баланың дүние танымы әлемі мына ұстау арқылы иіскеп және аузына салып барып таниды ғой негізі. Кез келген нәрсені аузына салады ең бірінші кішкентай балалар. Дәмін көреді. Одан басқа ол нәрсені түсіне алмайды. Өйткені ол түр түсіне, болмаса жұмсақтығына емес, көпшілігіне жаңағы ұстап нетеді. Мына баланың ойыншығы мен әдейі ұстап отырмын. Осындай кішкентай ғана баланың мына алақанына осына сиятындай болу керек екен. Таңдаған кезде кішкентай балалар. Ұстаған кезде. Ауыр болмау керек. Ауыр болмау керек, жеңіл болу керек, және өте сондай жұмсақ, ыңғайлы болу керек. Ұрып алмайтын болмаса, бір жерін ауыртып алмайтындай. Мынандай осындай ойыншықтарды және мынау секілді мынандай ойыншықтарды мысалға 1,5-2 жастағы балалар өте жақсы ойнайды деп ойлаймын. Сосын қазіргі уақытта енді 1 жас 4 айда менің немерем ысқыратұғын, сосын мынандай дауыс шығатын, дыбыс шығатұғын мынандай динамикалық ойындарға қазір қызығып жүр. Сосын былай жіберген кезде мына бала ойыншықтар қозғалады ғой, сол қозғалысына мән береді, жатып қарайды, тұрып қарайды, артынан қуалайды, былайша айтқанда да. Соған қарап отырып, мен өзімде баланың
өскен сайын өзінің бір уақыт кезеңдерімен жаңағы ойыншықтарының да уже андай сұраныс өзгере бастайды. Бұрынғы мысалға 6 ай, 7 ай, 8 айдағы ойнаған ойыншықтарына қазір қарамайды. Оның бәрі былай жиылу тұрады, көреді, бірақ жанынан қарамай өтіп кетеді. Доп, мысалға доптар бар ғой, қазір бүйтіп домалатсаңыз, сол доптың артынан жүгіріп ойнайды, болмаса допты лақтырып ойнайды. Сосын жаңағыдай дыбыс шығаратын ойындарды жақсы көреді. Дыбыс шығаратын және қозғалатын ойыншықтарды жақсы көреді. Міне бұл бала 2 жасқа дейінгі сол бір не секілді, иә, баланың ерекшелігі. Әрбір жас үшін балаға жеке ойыншықтар таңдалады. Мысалға біздер баланы 2-3 аптадан бастап дамыта бастаймыз. Ол кезде бала ақ-қара түске көп мән береді. Сол үшін біз ақ-қара түсті геометриялық фигураларды көрсете аламыз және оюларды көрсете аламыз. 1,5 айға толғанда балаға геометриялық фигураларды жануарларға ауыстыруға болады ақ-қара түсті. 4 айға дейін бала түрлі түсті суреттерді қабылдамайды. Түрлі түсті, ондайға мән бермейді. Сөйтіп 3 ай, 4 айға келгенде балаға түрлі түсті суреттерді көрсете бастауға болады. Түрлі сылдырмақтар беруге болады. Сөйтіп әр жасқа бөліне береді ойыншықтар. 1 жасқа келгенде бір түрлі ойыншық, дұрыс айтасыз. 2 жасқа келгенде мысалға бала сюжетті ойыншықтармен ойнаған жақсы көреді. Қыз балдар шаштараз болады, дүкенші болып ойнайды, дәрігер болып ойнайды. Ал 3 жасқа келгенде мысалға олар ұсақ моторика емес, көбіне табиғи жаққа көп мән береді. Сол кезде баламен отырып түрлі қағаздардан ойыншық жасауға болады. Мысалға біз үйде қазір қызым 3 жасқа келді. Біз әртүрлі қораптардан жасаймыз, үй жасаймыз. Ол өзі ойлап табады ойыншықтар. Мысалға мынау фетрдан жасалған қуыршақ жасаймыз. Ал одан жоғарылап келгенде, 4-5 жасқа келгенде балалар конструктор, әртүрлі нелер, дамытушы карточкалар болады ғой, лото, сондай ойындар қызықтырады. Сөйтіп әр жасқа, уже 6 жасқа келгенде бала мысалға күрделі ойыншықтарды ойнайды. Күрделі конструкторлар алып береміз. Леголар, мысалға ұсақ моторикаға леголар болады. Ұсақ нелері бар, қалай айтады, бөлшектері бар ойыншықтарды ойнайды. Сіздің 3 балаңыз бар ғой, 3 балаңызға да бірдей ойындар ойнадыңыздар ма? Жоқ, әр балаға жасына және уақыттың өзгеруіне де байланысты түрлі ойындар ойнадыңыздар? 3 балаға әртүрлі ойындар. Бірінші, мысалға қазір 10 жастағы қыз бен 8 жастағы балам екеуі бір ойындар ойнайды, ал кіші қызым 3-те ол басқа ойын ойнайды. Арасында мысалға ойыншық тек ойыншық түрлі ойындар емес, мысалға физикалық түрлі, бала бір-бірін жаттығу, қуу, мысалға секіру, ондай ойындарды бірге ойнаймыз. Және үстел-үсті ойындар болады. Оларды да кейде бірге ойнаймыз. Шахмат, лото. 3 жастағы қызым лотоны жақсы ойнайды. Бәріміз отырып, кешке қарай сондай ойындар ойнаймыз. Жалпы бұл жерде біз ойыншықтың сапасы туралы айтып жатырмыз ғой, жаңа сауалнамадан да көргеніміз. Көптеген ата-аналар сапа сертификатын талап етпейді, оның денсаулыққа қаншалықты маңызды екенін енді кез келген көз ашық ата-ана біледі, түсінеді деп ойлаймын. Жаңағы әр жасқа лайықты ойыншықтар да бар деп отырмыз. Мысалға кішкентай балаға жаңа леганы бере алмайсыз, өйткені жұтып қою қаупі бар, ол жаңағы қолына ұстай алатын десе де сол жұдырығынан кішкентай емес ойыншықтарды ғана беру керек деген сияқты. Енді бұл тақырыпты шамал ысыра тұра мен ойыншықтың жалпы балаға не үшін қажет екен, оның ішкі әлеміне, психологиясына, дамуына әсері туралы әңгіме өрбіткім келіп отыр. Сіз психолог ретінде осы тақырыпты кішкене ашықтап берсеңіз. Мысалға, негізінде бала психологиясында мынау ойыншықтарды ойнау арқылы өзінің қиялын дамытады. Ойлауы, мысалға біздің өмірдегі көріп жатқан отбасындағы ата-ананың қарым-қатынасы деп айтайық, мысалға үй болып ойнайтын болса, эмоциясын қалай береді, қалай қабылдайды, олар сол ойыншықпен сол эмоцияны жеткізеді. Бұлай бақылап отырсаңыз, балалардың ойынына қарап отырсаңыз, сол өзінің отбасының дағы қарым-қатынасты ойын арқылы жеткізіп жатады.
мысалға егер отбасында келісе алмаушылық жиі орын алатын болса, ойыншықпен ойнаған кезде де балалар оны жазалап, ұрсып, болмаса бір ауыр сөздерменен кәдімгідей айтып жатады. Соған былай сыртынан бақылап отырсаң, сондай бір қызық дүниелерді көруге болады. Одан да бөлек, мысалға, мынау телеарналардағы бізде анау батырлар көп қой, оның ішіндегі жаңағы өрмекші бар, болмаса қаһармандар, сол нәрсеге бүйтіп қызығып қарайды, және соны ойыншықтарымен ойнаған кезде де соған өзін теңеп, болмаса сол секілді бір жаңағы бір қаһармандық жаңа бір әрекет жасағысы келіп, өзі сол образға кіріп жатады. Бұл деген адамның жаңағы бала өзінің қиялын осылай дамытады ары қарай. Өзінің болашағын өскен кезде мен кім боламын, өскен кезде мен дәрігер боламын, я болмаса осылай полицейский боламын, жаңағы осындай киім киіп, мен осындай жаңағы кинодан көрген өзінің жаңағы не дейді әлгі бұзақыларды ұстаймын деген секілді осылай өзінің ойын дамытады екен балалар. Сіз айттыңыз ғой, балалар ойыншықтарын сындырып, жыртуы мүмкін деп. Осындай кезде ата-ана оған қалай әрекет етуі керек, мысалы? Не істеуіне болады, қандай кеңестер бар ата-аналарға? Мысалға, ойыншықтарды болады балалар сындырып жатады. Бұл бала өзінің агрессиясын, жаңағы ішкі өзінің жаңағы несін, эмоциясын көрсетіп жатыр. Біз айтып отырмыз ғой, ата-аналар өзінің эмоциясы өмірде қалай ұстанады, сол нәрсені балалар қайталайды. Ол жаңағы ойыншығын сындыруы мүмкін, жыртып тастауы мүмкін, болмаса қайшыменен кішкентай қыздар қиғанды жақсы көреді, Ол кезде не істеу керек, мысалға қыз балаларға қайшыменен қиып перделерді, болмаса әдемі ілулі тұрған бір сондай бір заттарды қиып тастауы мүмкін, бүтін заттарды, болмаса өзінің шашын қиып тастайтындар да болады. Бұған балалардың орын алмастыратұғын, жаңа қуыршақты шашын таратып, және мынау көйлек тіккізіп, қайшыны қалай қолдану керек, және сол қайшымен қию арқылы балаға киім тігу, болмаса тағы да нәрсені егер жиі бала қолданатын болса, сол ішкі сұраныс, жаңағы перде қию, шаш қию деген нәрсемен алмасып кетеді екен. Ішкі қажеттілік бұл да. Ал балалар болса жаңа ойыншықтарды сындырып ойнайды ғой. Бұл кезде балаларға кішкене мына секіріп ойнайтұғын, қозғалып ойнайтұғын ойындарды көбірек ойнату керек. Балалармен бірге ойнау керек. Егер балабақшаға бармаса, әрине үйдегі бала сол ішкі эмоцияны шығару үшін іште қуат көп балаларда негізінде. Оны шығарғысы келеді, асыр салып ойнайды. Үлкендер айтамыз, осы бала неге шаршамайды екен, өзі шаршады ғой деп айтамыз ғой. А балалар шаршау деген білмейді, өйткені іште энергия, қуат көп ол балаларда. Сол нәрсені шығару үшін, соны дұрыс қолдану үшін баламен жаңағы уақыт бөліп, ойнап, бірге әңгімелесіп, барлық сұрақтарына жауап беріп отыруымыз керек екен. Жалпы ғалымдар ойыншықтың 4 түрін белгілеп берген. Бірінші сюжеттік образдық ойыншықтар дейді, екінші дамытушы ойыншықтар. Мысалға сюжеттікке мынау алдымызда жатқан қуыршақтар, мынау мәшіңкелерді айтатын болсақ, ал енді дамытушы, мысалы мынау сияқты кубик, рубиктер, болмаса неше түрлі құрастырғыш дүниелер, содан кейін спорттық доптар, жаңағы айтқан секіртпелер, және де ең соңғы ол жаңадан туған балаларға арналған 1 жасқа дейінгі сенсорлық ойыншықтар, жаңағы сылдырмақтар бар ғой. Енді әр балаға оның жас ерекшелігіне қарай ойыншық алу керек екені бесенеден белгілі, дегенмен де кейде ата-ана болып мән бермейміз. Мысалы, ұлы бала болса, дүкенге келген кезде қару-жарақ әпереміз, өзінше жаңағыдай ер жігіт болсын, мінез қалыптассын деген бір әкелердің, аналардың мінезі бар. Болмаса жаңа баланың өзі теледидардан көргеніне қызыққандай. Алайда мысалы психологтардың айтуынша ойыншықтың бір ғана функциясы болу керек дейді. Ол дамытушы және де қиялын шектемейтін, қиялын дамытатын болу керек, жақсылыққа үндеу керек дейді. Ал жаңағы қорқынышты мысалға ойыншықтың түріне де қараған өте үлкен мағынасы бар дейді. Мысалы, мынандай бір қорқынышты ойыншықтар қару-жарақ болса, ол баланың ішкі әлемінде психологиялық агрессия тудырады дейді. Және ол қаттала береді. Былайша айтқанда қазіргі ең сәнді сөз түпкі санада қаттала береді. Ол түптің түбінде, күндердің күнінде, өмірінде көрініс береді. Ол жандағы досына, бауырына, болмаса туысына сол агрессияны әйтеуір бір шығарады дейді. Осы тұрғыдан кішкене ата-аналарға түсінікті болу үшін ойыншық таңдарға бәлкім бір сондай психологиялық бір моменттерді ескеретіндей кеңестер берерсіздер. Негізінде біз барлығын не нәрсені тежесек, соған оның қызығушылығы арта түседі баланың.
Мысалға біз қару-жарақ деп жатырмыз, жаңағы ататұғын, иә, жаңағыдай дыбыс шығаратұғын нәрселер, ойыншықтар дегер болмайды. Бұл жаңағы суық қаруға жатады, бұның саған қажеті жоқ мүлдем деп айтсаңыз, керісінше ол ақшасын жинап, басқа жақтан жасырып, ол алып соны іске асыруы мүмкін. Сондықтан да ол керісінше балаға ойнату керек, оны көрсету керек, бірақ оның жақсы менен жаман екенін анықтап көрсету керек. Жаман жағы сол, мысалға, ол суық қару, ол адамның өміріне қауіп төндіреді, одан кейін ол мынаған абақтыға алып келеді, я болмаса тағы да басқа адамды жарақаттайды деген нәрселердің бәрі кезең-кезеңмен көрсету керек дағы. Ал жақсы жағы, мысалға, бізде аң аулайтын, біздің қазақ арғы аталарымызда сондай аңшы болған, бүркіт ұстаған, мысалға осылай аңды ұстаған, егер ауылға шабуыл жасаған жағдайда, негізі бейкүнә жануарларға бостан босқа тимеген, өзін бір аң аулайтын, өзінің бір уақытысы болады, көктем, күзде рұқсат етілетін деген секілді. Мысалға, анау ұрпағы жалғастыратын деп айтама, қай бір кезеңдерде аң аулауға болмайды дейді, тыныштық сақтау керек, иә. Мысалға, осындай нәрселердің барлығын егер тереңнен жаңағы айтып түсіндіретін болса, бала, кез келген баланың ақылды, кез келген баланың қиялы барлығына жеткілікті. Біз көпшілігіне сұраққа жауап бермейміз. Сосын керек емес, я болмаса болмайды деген бір ауыз сөзді айтамыз. Болмайды деген нәрседен кейін ол балада керісінше неге болмайды деген қызығушылық одан да нете түседі. Көпшілігінде мынау маған ата-аналар айтады, мына бала отқа жақын не істеймін деп. Мен айтамын, сіз бір неге табиғатқа алып шығыңыз, болмаса тағы бір жерге отты жағып, жаңа армансыз соны құмарғанғанша отты жағып, қарап, лақтырып жаңағыдай. Бірақ бұл нәрсені үйге барғанда жасауға болмайды. Бұл кеуіртпен үйде отырып ойнауға болмайды жаңа отпен. Өйткені ол өрт болуы мүмкін. Өрттің жаңағыдай көрсетіліп жатыр ғой, үлкен бір өрт болған кезде қандай өртенді, болмаса тағы да бірдеңе салдарының бәрін көрсету керек екен балаға. Бала ол бірден түсінеді. Мысалға, сол салдарын айтып көрсетіп отыратын отбасылар, мен мысалға таныспын. Балаларды айтасың, қандай бала ақылды деп, қалай бәрін жетік түсінеді деп. Сөйтсек, ата-анасы оны ерінбей түсіндіреді екен. Ата-анасынан бұрын шыны керек атасы мен әжесі түсіндіреді. Үйде отырған кісілер ғой енді олар. Ата-аналардың көпшілігінде қолы тие бермейді. Сол аталар мен әжелері бар балаларда жаңағыдай артық әрекет жасалмайды көпшілігінде, өте аз жасалады. Өйткені оны толығымен түсіндіріп айтып отыратын адам бар үйде. Өте жақсы. Бибігүл ханым, сіз қай кезден бастап мына ойыншықтарды жасай бастадыңыз, және ойыншықтардың қандай түрлерін жасайсыз? Неше жыл болды деген? Мен бірінші қызымды босанған неге шыққан кезде менде қызымды дамытқым келді. Әр түрлі ғаламторда ойындар іздей бастадым. Дүкендер сөрелерінен де ойындар іздеп, солардың бәрін қызықты дамытушы ойындар сатып ала бастадым. Сөйтіп, кішкене балам өскеннен кейін дүкендегі ойыншықтардың көбісі басқа тілде болды. Басқа тілде өз балана өз тілінде үйреткім келеді. Сөйтіп, жемендеп, сол кезден бастап қызығушылық басталды. Сөйтіп, үшінші қызымды... Ол кез нешінші жылдар еді? Нешінші жылдар еді? 2011 жылдары. Сөйтіп, ол кезде өзім үйге принтер сатып алдым. Ғаламтордағы түрлі жаттығуларын бәрін шығарып, қызыма ойнататымын. Содан ұлымды босандым, ұлыма да ойнататымын. Кейін қызымды босанған кезде, үшінші қызымды, маған сондай бір идея келді, ал неге өзім шығармасқа осындай ойыншықтарды. Сөйтіп, жайлап бірінші ағаш ойыншықтардан бастадым, бояп. Мұндай ойыншықтар, бау байлау ойыншықтары, кейін кітапқа көштім, лотолар, үстел бар. Қараңызшы, сіз мысалға ойыншық жасап бастадым, баламды дамытқым келді, оның алғыр болғанын қаладым деп отырсыз. Ал осы ойыншық жасау кезінде балаларыңыздың қызығушылығын қаншалықты ескердіңіз? Әлде өзіңіз армандаған бала кезде қиялда қалған ойыншықтарды жасадыңыз ба? Мен мысалға қазір көбейту кестесін өтіп жатыр балам. Маған оның жай ғана жаттағаны қызық еместі. Оның ойын ретінде үйреткім келеді. Ойын ретінде оның ойында мәңгі қалатын сияқты. Ал жаттасам, ол ұмытылып қалатын сияқты. Сол үшін қазір мысалға лотолар ойнап отырмыз, өзім шығарып, бәріміз бірге баланың ойнағанда ол тез жатталады.
мысалға қызым дүкеннен түрлі раскраскалар сұра бастады, бояғыштар. Сөйтіп ағаштан табиғи ағаштан жасасам қалай болады екен деп ағаштан жасай бастадым. Оны суға жуып қайтадан бояйтын қылып. Сөйтіп мына ойыншықты алып келгенде үйге жаңағы барлық суреттерін жасағанда қызым біреуін бояйды, одан тағы біреуін бояды, одан тағы сұрайды, сосын мен күлетін. Сен барлық ойыншықтардың бәрін бояп тастайсың, мен сонда не сатамын деп. Демек сіз сату мақсатында да жасай бастадыңыз. Иә, қазір басқа балаларға, Қазақстан балаларға бұндай ойыншықтар көбіне шетелден алынып келінеді. Сөйтіп біздің қазақстандық ойыншықтарда дүкен сөрелерінде болсын деп сатуға да шығарып жатырмыз қазір. Оны енді дайындауда табиғи өнімдерді пайдаланасыз. Иә, тек табиғи. Барлығын ескеріп отырам. Мысалға бір үстел де ойнайтын болады ғой, ходилка деймі, қалай айтады. Сол ойында көп ойландым. Өйткені ол жерде андай ұсақ нелер бар. Мысалға бала жүреді, соны қандай неден алсам екен, балаға зиян болам екен. Ал мысалға 5-6 жасар баланың үйінде 3-4 жастағы бала болса, ол аузына салып, оны жеп қойса, қалай болады екен деп ар жақтарында ойлап отырмын. Енді қазіргі нәтижеңіз қалай? Сатылымға шықты ма? Сатылымға қазір мына 2-3 ойыншық шықты. Мына жерде сертификатты несін алғанбыз. Сапа сертификаты ма? Иә, сапа сертификаты. Кітаптар палатасы болады, сол жақтан алғанбыз. Бұл неше жас балаларға арналған? Бұл 3-тен бастап. 6 жас балаларға. Сюжеттік. Мына жерде бала барлығын оқып көреді. Ата-анасы оқиды, және бояғышы бар, бояйды. Және одан кейін ол өзі сюжеттік немен мысық болып, қыз болып, магнитка ма? Иә, мақта қыз, маған құйрығымды берші деп сұрап, сөйтіп одан қызды алып тастап, одан сиырға барады, сөйтіп магнитпен ойнайды. Айтпақшы, осы бағдарламаға, осы хабарға анимациясы да бар, иә. Дайындалу барысында көптеген өзім ішінде жаңа дүниелер таптым. Өзім ана болсам да, мысалы, көп нәрсені кейде ескере бермейміз ғой, әйтеуір балама жаңағыдай пайдалы болса, сапалы болса, болды деген сияқты ала береміз. Шын мәнісінде әлі тілі шықпаған балаға, 3-4 жасқа дейінгі балаға жалпы сөйлейтін ойыншықтың зияны көп екен пайдадан гөрі. Өйткені бала ойыншық сөйлеп тұрған кезде ол онымен тең образға емес, керісінше тыңдаушы образына түседі екенде, тек қана қуыршақтың айтқанын, жаңағы кез келген бір образды ойыншықтың айтқаны ғана тыңдап отырады екен, және оның тілі соның кесірінен кеш шығады екен. Кәдімгідей 1-2 жылға кеш шығуын тежейді дейді. Яғни ғалымдардың зерттеуі бойынша 3-4 жасқа дейінгі балаға, біздің тыңдармандарға да пайдасы тиер деп айтып отырмын да. 3-4 жасқа дейінгі балаға сөйлейтін қуыршақтар, сөйлейтін роботтарды алып берудің қажеті жоқ екен, мысалға. Өлең айтатын, сөйлейтін. Мен өзімнің балаларым балабақшаға барып жүрген кезде мен соны байқадым негізі. Бір бала мүлдем сөйлемейді, жаңа тек қана қарап отырады да, екіншісі айтқысы келеді, бірақ одан кіші. Балалардың сөйлемей жатқанын мен байқап, сосын барып мына айтып жатқан мультиктен болсын, мультфильм болсын, жаңа ойыншықтағыны қайталауды үйреттім. Мысалға бірге қосылып айтуға. Содан кейін жаңағы жылдам сөйлейтін болды, кішкентайым. Мынау телеарнадағы мультфильм нелермен, жаңағы геройлармен де қосылып, не айтып жатырады, соны жарысып айтып отырады. Байқайсыздар ма, кейбір балалар болады, осы қосылып сөйлеп отырады. Иә, жарысып сөйлеп отырады. Иә, бірі жарысып сөйлейді, бірі үндемей қалады, өзіңіз айтқандай. Сондықтан үндемей қалған балаға айтып жіберу керек екен. Қосылып сөйле, ұялмай айт, іштен сөйле, мүмкін сырттан айтасын, жалғыз өзің отырған кезде сөйле деп. Сосын барып жалғасып кетеді ары қарай. Қосылып сөйлеп кетеді ары қарай. Сол нету керек шығар. Тағы бір мынандай мәселе бар. Қазір көп ата-ана балаға YouTube-ты қосып береді. YouTube-тағы түрлі мультфильм болсын, әртүрлі бағдарламалар болсын, балалар көріп отырады. Қазір мынандай бір тенденция бар. Балалар өздері ойнамайды, бірақ басқа бір балалардың ойыншықтарын ашып, ойнап, соның сипаттамасын айтып отырған видеоларды қарап отырады. Осы қаншалықты зиян, пайдалы, балалар неге осыған қызығады? Білесіз ба, әр бала әртүрлі негізінде, қабылдауы әртүрлі. Өте тұйық балдар болса, үндемей қарап отыра береді. Егер жаңағыдай ашық, кішкене, белсенді, пысық балалар болатын болса, тек қана нетпейді, соны қайталайды керісінше.
сол ютубтағының түгел бір ойыншықтар жасайды қолдан, иә, неше түрлі. Оны жасайды, қосылып сөйлейді, ары қарай оны жалғастырып қарайды. Сондықтан бұл балаға кішкене жаңа ютубтан канал көрсін, мультфильм көрсін, қосылып ата-ана кішкене бір нетіп жіберу керек, қозғап жіберу керек деп ойлаймын. Айтып отыру керек. Үлкен қызымызбен ол жаңа ютубтан көріп алады да, сөйтіп ойыншық алсам камераны қосып қояды, қасына отырады да, саламатсыздар ма, бүгін маған анам осындай ойыншық алып берді, қазір сізге көрсетемін деп ашып, камераға сөйлеп, сөйтіп, блог түсіретін. Қазіргі қызым да сөйтіп айтады, анашым, блог түсірейікші, мен ойыншық алып бер, мен соны ашам, көрсетемін балдарға, олар да көрсін деп. Жариялайсыздар ма, жоқ әлде өздеріңіздің архивте қалады? Өзіміздің архивте қалды, жариялаған жоқпыз, ютубқа шығарған жоқпыз. Бірақ сол кезде көп түсіретін. Өзің отырғызып қойып, қазір ойыншық жасаймыз деп, жаңа қорапшаларды алып, оны бояп, терезе жасап, үй жасап, сөйтіп жасайтын. Осының және бір көлеңке тұсы бар да, әр нәрсенің жалпы күнге көлеңке дейміз ғой. Мысалға балалар арнасында жұмыс істеген кезде, осыған ұқсас бағдарлама болған кезде, шалғайдан ата-аналар, көрермендер хабарласып, сіздер сондай бағдарлама жасайсыздар, ойыншықтарыңыздың барлығы түрлі түсті, сапалы, керемет, леганың түр-түрі, ал біздің ауылда ондай ойыншық жоқ. Қалаға барғанда да мен ондай ойыншық әперуге әлеуметтік жағдайым сай келмейді. Ал балам оны көргеннен кейін жылайды, неге менде ондай жоқ, неге маған ондай әпермейсің деп. Сондықтан бәлкім оны көрсетерде де ата-ана ретінде тек ютубты ғана қадағалап қана қоймай, өзінің бір жағдайын, қаншалықты оған қабілетсіздігін де ескеріп барып рұқсат еткен жөн шығар бәлкім ондай бағдарламалар көрсетуге. Бала да кішкене ішінде қыжыл қылып қоятын сияқты. Мысалға мынау кішкентай қыздардың бір тәттілер пісіріп жатады ғой. Сол нәрсені ютубтан да көріп қайталау басталды, бір кездер бір сондай бір тренд болды жаңағы. Сонда мысалға не нәрсе бар, кішігірім бауырсақ пісірсе де, анасы жаңағы қамыр илеп жатса да, сол нәрсені кішкентай қыз қайталайды. Сол секілді қол жетімді дүниелерді жасап жаңа ютубқа салып отырса, үй жағдайына, әр өзінің бір орта жағдайына қарай, сонда қызығырақ болады деп ойлаймын. Өйткені әрине дайын лего қымбат, өте сапасы керемет, оны көрсету оңай, бірақ сіз қолмен жасаған нәрсе одан да қызық секілді. Әрі дамытады. Әрі отбасындағы ата-ана мен бала арасында қарым-қатынасты нығая түседі, арасы тығыз болады деген сияқты. Психологиялық тұрғыдан да пайдасы өте зор. Бибігүл ханым, сіз шын мәнісінде өте үлкен бір игі бастаманы жасап отыр екенсіз. Әрине біз өз тарапымыздан сізге тек қана табыс тілейміз. Барлық қазақ балаларына осының қолыңыздағы сапалы ойыншықтар жетсе дейміз. Дегенмен де енді бұл жалпақ сатылымға шыққан жоқ, түсінігімізше, данасы өте шектеулі. Дегенмен ана ретінде және ісмер ана ретінде үйдегі ата-аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Мысалы, қандай материалдардан бұларды дайындауға болады? Дәл осылай болмаса да, осыған ұқсас дүниелерді үйде дайындау қаншалықты қол жетімді? Ол үшін бір ютубте арнайы сабақтар қараса жеткілікті ме, жоқ қиялының өзі жеткілікті ме? Қазір ютубта болмаса инстаграм парақшаларында сондай ата-аналар бар, парақшаларын жүргізеді, үйретеді, көрсетеді. Әр жасқа сай ойыншықтарды қалай істеу керек, қандай ойыншықтар ойнатқан жақсы. Мысалға біздер нелер ыдыстар болады ғой, пластмастық. Сол ыдыстардың мысалы қалпағының өзі машинаның дөңгелегі бола алады. Оны бала ашып жаба алады. Сондай мысалға жай үйде жатқан маталардан қуыршақ жасауға болады. Шамалы тігуге бұл жерде тікпейсің, бұл жерде барлығы жабыстырылған, желімен жабыстырылған. Дегенмен арды қолмен қиып, қолмен қиып, және баланы қатыстыруға болады. Баламен бірге жасауға болады. Түсін таңдауға болады. Мысалы, қарап тұрсаңыз, өте жеңіл дайындалуы. Коробкалардан, фетр кез келген жерде сатылады. Фетр кез келген ауыл жақтарда да сатылып жатыр қазір. Өйткені балалар мектепте еңбек сабағында қолданады. Қорапшалардан, оның үстіне қағаз жабыстырып, оны бояп, үй жасап, үйдің жиһаздарын жасауға болады. Қағаздан жасауға болады. Ғаламторда өте көп дамытушы ойындар деп іздесек, өте көп материал бар. Соларды бар ма? Қазақ тілінде де, Қазақ тілінде енді шығып жатыр. Қазақ тілінде де бар, орыс тілінде де бар. Бәрін шығарып, баламен күнделікті. Бүгін мысалға 3 ай демалыста мен балдарым ауылда болды.
олар ауылда болғанда мен осындай материал үйден шығарып, енді принтер Дайындап болу қойдыңыз. керек, дайындап балаларға апарып соларды ойнаттым. Ішінде қиятыны да бар, жабыстыратыны да бар. Түрлі ойындар болды. Яғни ізденген ата-ана Ізденген керегін таба алады ата-ана қазір. керегін бізде ойыншық жоқ, біз балаларымызды дамыта алмаймыз деген ол енді жай сылтау. Сылтау, Иә. Тағы бір мынандай сұрағым болып тұр. Балалар үйде отырып тыныш ойнағаны дұрыс па, жоқ әлде далаға шығып, аулаға? Қазір кейде ата-аналар баланың қауіпсіздігінен қорқып, сыртта әртүрлі қауіп-қатер төнуі мүмкін балаға деп, үйде отырып ойнағанын қалайды. Осыны психологиялық тұрғыдан қандай кеңестер бересіз? Негізінде баланы үйде отырғызып қоюға болмайды. Бала күн көру керек, күннің көзін, ол витамин, мысалы ағзаға өте пайдалы, және балада қуат өте үлкен, көп. Сондықтан да бала асыр салып жүгіріп ойнау керек, далаға шығу керек. Ата-ана артында тұрған ата-анасы бар екенін, қорғаны бар екенін бала түсініп, оны сезіп, далада емін еркін ойнау керек. Көпшілігінде қазір енді мен мысал ретінде айтайын, өзімнің тәжірибемде 7-8 сыныптың балалары бар ата-аналар хабарласады, менің балам өз бетінше мынау неден өте алмайды дейді. Бағдаршамнан өте алмайды деген кезде өзім таңғаламын, қалай өте алмайды, ертең қалай өмір сүреді ары қарай. Мысалға, өйткені біз үнемі оны көлікпен апарамыз, әкелеміз, үнемі өзіміз алып жүреміз, ол өз бетінше жеке жүріп көрмеген деп. Бейімделмеген. Бұл өте қауіпті нәрсе. Өйткені ол бала өз бетінше жолдан өте алмаса, ол ертең студент болады, одан кейін ары қарай өмір сүруі керек. Сондықтан бұл жерде ата-аналар еркін баланы ойнатып үйретуі керек. Иә, жаңағы қылмыскер бар, болмаса жаман ит бар, мысық бар, тістеп алады, болмаса жұқпалы ауру бар дейтін болсақ, керісінше біз ол баланы өзіміз аурушыл, сондай кінәратшыл қылып өсіруіміз мүмкін. Еркіндікке жіберу керек баланы, бірақ қарап жүруіміз керек. Сосын мысалға 7 жасқа дейін ойын баласы дейді ғой. Сол 7 жасқа дейін баланың ойыны қану керек. Ондан шығу керек. Барлық шығып, құмарлығы шығып, ойынға қанып, ал ойынға қанбаса, ол өскен кезде бала қылығын жасайды, осы бала сияқты деп айтамыз ғой үлкен кісілерді. Сондай кісілердің былай қараса, психологтардың пайымдауы бойынша ол ойыны қанбаған балдар. Дұрыс ойнамаған балдар. Ересек адамдардың ішінде де ойнағысы кеп, ойыншық ойнағысы келеді, оның бала секілді кейде бір ренжіп қалатын, болмайтын нәрсеге, болмаса жаңағы жұдырығын ала жүгіретін үлкен ересек адамдарды көреміз, бұл балалар ойнаған балалар. Мысалға, олар есейіп кеткен психологиялық жасы дейді ғой, жаңа 7-8 жастағы бір тежеулердің санасында қалып қойған, содан білуге болады. Дұрыс, өте орынды айтып жатсыз. Қазіргі кезде кейбір ер адамдар, үлкен адамдар жас кезінде ондай ойыншықтар болмаған ғой, мысалы легоның түр-түрі, роботың түр-түрі, қазір есейіп кетсе де соны сатып алып, мысалы өздері құрастырып көріп жатқанда адамдардың мысалдары бар. Балалармен жарысып ойнап, және қызығып ойнап отырады. Ер адам көбінесе лего ойнап жатады балалармен. Жалпы ойыншықпен бала деген сол 10 жасқа дейін еркін ойнайды, 10 жастан кейін енді ары қарай дамытатын тоғызқұмалақ, жаңағы шахмат деген сияқты, болмаса монополия деген сияқты ойындарға қызықпаса, аса бір енді мынандай түрлі түсті ойыншыққа қызыға бермейді. Сосын кейде бір кісілер бар, ата-аналар сұрап жатады, осы баламның бір қуыршағы бар, соны тастамайды, жасы 10-ға келсе де сол қуыршағын құшақтап ұйықтайды. Бір сапарға барсақ, тіпті тау асып теңізге барсақ та сол бір қуыршағын алып жүреді дейді де. Мұның психологиялық астары өте үлкен екен ғой, қанша дегенмен қасында басқа араласатын, басқа бірге ойнайтын бала болған кезде, ата-анасы дұрыс көңіл бөлмей аз сырласқан кезде, оның жалғыз досы осы қуыршағы, және сенімді досы. Не айтса да бұл көтереді, ұрсады, еркелетсе де бар құпиясын осыған айтады. Былайша айтқанда ол өзінің екінші меніне айналып кетеді, жанның жартысына. Ал кейін 10-ға, тіпті 13-ке келсе де әлі соны құшақтап жүреді демек, оның әлі де өмірдегі досы аз деген сөз ғой. Ол ойыншықтан айырылған кезде бір өмірдің бір бөлігімен қоштасқандай, өзінің жарты жүрегін кесіп бергендей болып жатады дейді мысалға. Досқа әрине тіл табыса алмау, тұйықтық баланың мінезі, ойын ашып айта алмауы, өзіңіз айтқандай эмоционалдық аштық деп айтады. Жылулық жетпеген кезде осындай ойыншыққа өте не болады, анандай привязан деп айтады ғой, жаңағы тәуелді, я болмаса байланып қалғандай.
Егер оның қасында бауырлары, әпкесі, бауырлары қастарында 2-3 көп балалы отбасында, ондай жаңағыдай ойыншыққа байлану болмаса, адамға жаңағыдай тәуелділік, соны қалап тұратығындай, мысалға ізденіп тұратын жылулықтай ондай балаларда көп бола бермейді екен. Бұндай нәрсе негізінде жалғыз бір отбасында жалғыз балалар, я болмаса 2 ғана бала, бірақ арасы алшақ. Мысалға апасы мен ағасының, 2 апасының аралары алшық балалар көпшілігінде жалғыздыққа нетеді екен, ұшырап жатады екен көпшілігінде. Және ата-ана ретінде ата-анаға тағы бір айта кететін дүние, балаңыз кейде ойыншықпен рөлдік образға еніп те ойнап жатқан кезде, бұл ойнап отыр деп мән бермей қалдыруға болмайды. Ол не айтып отыр, қандай әңгіме айтты, не сөйлесті, оның барлығын кішкене құлақ салып тыңдап отыру керек. Өйткені ол іштегі сырын, құпиясын, бәлкім жетпей жүрген ішіндегі дүниесін, арманын соған айтып отырған кезде, ол ондай дүниені анаға айтпауы мүмкін, ал ойыншығына сеніп айтып отыр. Сол кезде баланы тануға, оның қалауын білуге мүмкіндік туады. Және бала баладан өзіңді көруге болады, айнан. Мысалға сен ұрсатын, қатыгез ана болса, бала қыз мысалға қуыршақпен ойнағанда ол үнемі соған ұрсып жатады. Сол кезде сен өзіңді кемшілігіңді білуге болады. Мына жерін дұрыстап жіберу керекпін, мен ұрыспау керекпін, қызынан көресің бәрін. Ойыншықтарды жазалап ойнайтын балалар болады, керісінше қамқорлық жасап ойнайтын балалар болады. Соған қарай өзіңіздің баламен байланысыңыз, қарым-қатынасыңыз қандай екенін көруге болады шынында да. Баланың ең жақсы ойыншығы ол анамен ойнау. Ең анамен ойнау, сол кезде бала өзі анамның мейірімін сезінеді, махаббатын сезінеді. Көбінесе баламен ойнаған дұрыс, ата-анада ойнаған дұрыс. Құрметті көрермен, сонымен біз бүгінге өздеріңізбен қоштасамыз. Әлеуметтік желілерден ата-ана сағатын іздеп жүріңіздер, тыңдай жүріңіздер, таныстарыңызға біз туралы айта жүріңіздер. Көп әңгіменің ішінен бәлкім өзіңізге керек дүниені естейсіз деген үміттеміз. Бүгінгі подкастты жүргізген Бақытгүл Орынбасарқызы және мен Сандуғаш Баймаханқызы. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.